Сәлеметсіздер ме студенттер? Қажетті құрал жабдықтарымыз дайын болса, бүгінгі сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы күрделі ұн кондитерлік өнімдердің ассортименті. Сабағымыздың мақсаты күрделі ұн кондитерлік өнімдерді ассортименті туралы мәліметтер беру, дайындау технологиясымен таныстыру. Сабағымыздың міндеттері болып табылады. Біріншіден, күрделі ұн кондитерлік өнімдері ассортименттері үшін қолданылатын шикізаттарды білу. Екінші, күрделі ұн кондитер өнімдер ассортименттері үшін қолданылатын шикізат түрлерін өндіріске дайындау. Және үшінші, күрделі ұн кондитерлік өнімдер ассортименттерін дайындау кезінде техника қауіпсіздігін сақтай отырып, жұмыс жасау технологиясын білу. Күтілетін нәтижелер: күрделі ұн кондитерлік өнімдері ассортименттерін біледі, күрделі ұн кондитерлік өнімдері ассортименттерінің артықшылығын түсінеді, және осы өнімдерді дайындау кезінде қолданылатын шикізат түрлерінің қолдану әдіс тәсілдерінің технологиясын күнделікті өмірмен байланыстырып қолданады. Критерийлеріміз: күрделі ұн кондитерлік өнімдері ассортимент түрлерінің дайындау технологиясын түсінеді, күрделі ұн кондитерлік өнімдер ассортименттерін дайындау үшін қолданылатын шикізаттардың ерекшеліктері мен артықшылықтарын біледі, және күрделі ұн кондитерлік өнімдері ассортимент түрлерінің қолданылуын күнделікті өмірмен байланыстыра алады. Күрделі ұннан жасалған кондитерлік өнімдердің ассортименті рецепттерімен, пішімдерімен, әрлеумен, дәмімен және дайындау технологиясымен ерекшеленетін 1000-нан астам заттарды қамтиды. Күрделі ұн кондитерлік өнімдері дегеніміз құрамында күрделі көп фазалық рецепттермен дайындалған және күрделі әрлеуге дайындалған дайын пісірілген жартылай фабрикаттар, дайындалған ұнның мөлшері кем дегенде 25% дайындалған ұнды және қант негізінде дайындалған пісірілген жартылай фабрикаты бар пісірілген өнім болып табылады. Осы күрделі ұннан жасалған кондитерлік өнімдер толық немесе ішінара шоколадпен, глазурмен, толықтырылған немесе толықтырылмаған дайын жартылай фабрикаттармен беткі қабаты жабылған болуы мүмкін. Күрделі кондитерлік өнімдерге мыналар жатады: пряник өнімдері, сувенирлер, ұсақ ұннан жасалған кондитерлік өнімдер, пирожнылар, печеньелер, вафельді түтікшелер, кішкентай рулеттер мен кекстер және тағы басқа көптеген өнімдер және мерекелік торттар жатады. Мысал ретінде, пряник бұйымдарын келетін болсақ, оның құрамы түрлі дәмдеуіштермен, балмен, безендірілген немесе безендірілмеген, толтырылған немесе толтырылмаған, глазерленген немесе глазерленбеген, жалпы қанттың массалық үлесі кемінде 24%, ылғалдылығының массалық үлесі 20%-дан астам ұннан жасалған кондитерлік өнім болып табылады. Келесі біздің өніміміз бұл печенье. Ылғалдылық массалық үлесі 15,5%-дан аспайтын әртүрлі нысандардағы ұннан жасалған кондитерлік өнім. Вафли өнімдері. Бұл вафли парақтары немесе вафли түтікшелерінен дайындалған, толтырумен толтырылған бірнеше қоспалар немесе онсыз ылғалдылықтың массалық үлесі 8,4%-дан аспайтын ұннан жасалған кондитерлік бұйым болып табылады. Енді осы бүгінгі өткен тақырыбымызды, яғни жаңа тақырыбымызды бекітетін болсақ, сіздерге мынадай 3 сұрақ. Бірінші, күрделі ұн кондитерлік өнімдері ассортимент түрлерін атаңыз. Екінші, күрделі ұн кондитерлік өнімдерінің ұсынылуын атаңыз. Үшіншіден, күрделі ұн кондитерлік өнімдерін басқа тағам өнімдерінен қалай ажыратуға болады? Осы 3 сұраққа жауап беру арқылы бүгінгі жаңа тақырыбымызды бекітейік. Осылай қорытындылай келе, өздеріңізге
үй тапсырмасын белгілеп алайық. Үй тапсырмасы сіздерге біріншіден конспектін оқып, осы қажетті мәліметтерді өздеріңізге түртіп алу. Екіншіден, күрделі кондитерлік өнімдер ассортиментінің дайындау технологиясын ескере отырып, кез келген кондитер өнім түрлерін, яғни технологиялық сызба немесе слайд түрінде кері байланыс жасап, атуымызға дайын тапсырманы орындап жібереміз. Үшіншіден, осы күрделі кондитерлік өнімдері ассортиментінің, яғни бірнеше түрлерін өттік біз бүгін сабақта. Осы ассортименттердің аттарын клею әдісімен жазып, оны да платонсқа кері байланыс ретінде жібереміз. Бүгінгі сабағымыз егер түсінікті болса, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.